Hi Tigers, I'm Boca Play. Және бүгін біз ұбт туралы айтатын боламыз. Хотя монтаж жасауды ұмытпаппын. Ендеше кеттік. Мен ұбт тапсырған кезде, яғни өткен жылы, ол кезде ұбт әр кезде өзгеріп тұратын. Біресе 140 балдық ұбт тапсырасыңдар, біресе 120 балдық ұбт тапсырасыңдар. Біз оқушылардың бәрінің шатасып жүрген кезі болатын. Содан кейін ақырында 140 балдық новый форматта, жаңа форматта тапсыратын болғаннан кейін біз кәдімгідей қорқатынбыз. Сол кезде мен ойымша ұбт тапсырғаннан кейін болды, мен өмірім сонымен аяқталатын сияқты сезінетім, бірақ ол олай емес. ұбт тапсырғаннан кейін оқуға түстім. Оқуға түскеннен кейін де неше түрлі қызықты жағдайлар да болды, өкінішті жағдайлар да өте көп болды. Мен сіздерге айтқым келетіні, ұбт тапсыратын күн ең соңғы күн емес, себебі мен сол кезде шынымен солай ойлайтынмын. Одан кейін егер мен ұбт-ын тапсыра алмай қалсам, болды, мен өмірім сонымен аяқталатын сияқты сезінетім, бірақ ол олай емес. Сіздер мүмкін ойлайтын шығарсыздар, оқуға түсіп алсам болды, одан кейін менде ешқандай проблема болмайды, өмірім бал болады деп ойлайтын шығарсыңдар, бірақ ол олай емес. Бұл жаққа келгеннен кейін одан да көп проблемалар болады, одан да көп шаруа болады. Сол үшін қазіргі қайта мектепте жүрген кездеріне қуаныңдар. Ол кез өте керемет кез, бірақ енді әрине іш пысатын кездерде болады, себебі сені кішкентай бала сияқты санайды, одан кейін сен ойынмен ешкім санасқысы келмейді. Енді ол жай ғана 1-2 минус шығар, бірақ негізінде мектептегі өмір ол өте керемет өмір, себебі ешқандай, тіпті айтсам, сенің проблемаларың ол ойыншық сияқты болады да. Бұл жақта болса сен өзіне деген жауапкершілік болады, себебі сен өз басыңды өзін алып жүруің керек. Бұл жақта сенің ата-анаң да болмайды. Оқуға түсу үшін қиналғанын ол өте оңай сияқты болып көрінеді. Бұл жаққа келгенде одан да қиын нәрселер болады. Сол үшін уайымдамаңдар. Оқуға түспесеңдер, онымен өмірлерің аяқталып қалмайды. Сондықтан ұбт туралы көп уайымдаудың қажеті жоқ. Сол күні мен сіздерге бір қызықты жағдай айтып берейін. Мен ұбт-ға дейін көп уайымдайтынмын, тіпті қатты қорқатынмын ұбт-дан. Ал тура ұбт болатын күні маған бәрібір болды, не болса да бәрібір. Бүйтіп ұйқыдан ояндық, таңғы сағат 7 ұбт тапсыратын жердің алдында тұрмыз, балалармен тұрмыз, қайсыңдар. Как будто сол күн ұбт емес, кәдімгі күн сияқты тұрдық та, не болып жатқанын өзіміз түсінген жоқпыз. Бәрібір ұбт-ға кірдік, отырмын, сұрақтар берілді. Қарай, не істеймін осы сұрақтармен. Сөйтіп жаздық, ұбт-ын жазғаннан кейін болды, кәдімгі күн сияқты үйімізге қайттық. Үйдегілер қалай тапсырдың деп уайымдап жатыр. Болды, сонымен бітті. ұбт тапсырған күн сол ғана болады. Негізінде ұбт тапсыруға деген дайындалған бәрі түк емес сияқты болып қалады, себебі өткен кезде қиындықтың бәрі үстінен бір жүк түскен сияқты болады. ұбт-ын тапсырып болғаннан кейін болды. Тіпті ұбт-ын жаман тапсырсам да главный тапсырдым деген ой болады. Егерде сол кездері көптеген адамдар өздеріне қол жұмсайды, ұбт тапсыра алмай қалса қол жұмсайды, бірақ оны мен дұрыс емес деп санаймын. Әрине, мен ондай жағдайда болып көрген жоқпын, бірақ сонда да ұбт тапсыра алмай қалған үшін өзін қол жұмсау деген ол ақымақтық деп санаймын, себебі бұл дұрыс емес. Оған себептер көп, дұрыс емес болуында. Себебі сен әлі алда одан да қызықты өмір сүруі мүмкін. Неше түрлі ұлы жетістікке жеткен адамдар жоғары оқу орнын аяқтамай-ақ жетістікке жеткен. Оған Марк Цукерберг бар, Стив Джобс бар, өте көп адамдар жоғары оқу орнын бітірмей-ақ ұлы адам болып, өздерінің жетістіктеріне жеткен адамдар. Сол үшін ұбт-ын тапсыра алмай қалсаңдар да, оқуға түсе алмай қалсаңдар да, өмір жалғасады. Сендер әлі одан да жоғары жетістіктерге жете аласыңдар, соған сенімдімін, себебі қазақтың жігіттері мен қыздары олар ең ұлы адамдар деп санаймын, себебі мен Қазақстанымды сүйемін. Бұрын мен ойлайтынмын, басқа бір елдерде бәрі керемет, оларда ешқандай кедейлік жоқ, оларда ешқандай да қиындықтар жоқ, оларда ешқандай коррупция да жоқ, мектептері де олардың керемет деп санайтын, бірақ ол олай емес. Бізден де жағдайлар нашар, бізден ғасырларға қалып кеткен елдер бар. Тіпті ең қатты дамыған Американың өзінде де кедейлер бар, себебі
ол әлемнің әр жағында бар, себебі әлемнің бүткіл жерінде кедейлер бар, әлемнің бүткіл жерінде қалай айтсам болады, жаман адамдар бар, әлемнің бүткіл жерінде жақсы адамдар бар. Сол үшін де бұл әлемде әркім әрқалай өмір сүреді, себебі әркімнің өзінің таңдауларына байланысты олар болашақта кім болатынын анықтайды. Мысалға, біреу жетістікке жету үшін еңбектенетін болса, ол міндетті түрде жетістікке жетеді. Ал егер біреу өзгелерді қызғанып жетістікке жеткенін көре алмайтын болса, ол енді жетістікке жетпей өмірінің бәрі мұнаюмен өтетінін. Қазақстанда да, Америкада да жағдайы жоқ адамдар бар. Қазақстанда да, Америкада да жетістікке жеткен адамдар бар. Сол үшін де Қазақстанды шалыстырмайық. Қазақстанымыз біздің керемет. Сол үшін ұбт тапсыра алмай қалсаңдар, уайымдамаңдар, ештеңке етпейді. Соны айтқым келеді. Және сіздердің жандарыңызда әрқашанда ата-аналарыңыз бар. Тіпті ата-аналарыңыз болмаса, туыстарыңыз бар. Сондықтан да туыстарыңыз болмаса, достарыңыз бар. Сол үшін де сіздерді жақсы көретін адамдардың бар екенін ешқашан да ұмытпаңыздар. Мен бұл видео арқылы ұбт-дан кейін өздеріне қол жұмсайтын адамдардың санын азайтқым келеді, себебі жақында ұбт жақындап келе жатыр. Оған уайымдамаңыздар, себебі психологиялық тұрғыда қолдау көрсеткен әлдеқайда маңыздырақ сияқты ұбт-ның алдында, себебі адамдарға ол өте қиын. 11-ші сыныпты аяқтап жатқанда 11 жыл бойы бекер оқымағаныңды көрсеткім келеді. Сол үшін қатты уайымдайсың. Бұл уайым мен де басымнан өткен. Сол үшін қорықпаңыздар деп айтқым келеді. Ең бастысы ешқашан да берілмеңіздер, жетістіктерге жетіңіздер. Сіздермен бірге болған Балка Плей. Бәріне бай-бай.